Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кеңістік пен уақыт бөлімі бойынша 9-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы Оралхан Бөкейдің Атау керек повесі, құндылық бөлімі. Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдау. Шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Оқу мақсатына сай бірінші тапсырманы орындайық. Серпілген сауалдар. Дескриптор сұрақтарға жауап береді, өз көзқарастарын білдіреді. Бірінші сұрақ. Құндылық ұғымын қалай түсінесіз? Рахмет. Сіз үшін өмірде не құнды? Жақсы. Құндылық түрлеріне тоқталып өтсеңіз. Я, мен сіздермен келісемін. Ары қарай осы сұрақтың жауабын толықтыра кетсем. Құндылықтардың ішінде рухани құндылық. Бұл адамгершілік ізгі қасиеттер, мейірімділік, сыйластық, адалдық, жомарттық тағы басқа. Отбасылық құндылық. Бұған отбасылық сыйластық, отбасы мүшелері арасындағы татулық, қамқорлық, жомарттық тағы басқа. Материалдық құндылық. Тұрмыстық қажеттіліктер, шаруашылық, қоршаған орта, дүние, мал, мүлік, ақша, киім, тамақ тағы басқалар жатады. Сабағымызды жалғастырамыз. Оқу мақсатына сай әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдаймыз. Ол үшін неміс жазушысы Франц Кафканың өмірбаяны және оның құбылу новелласымен танысамыз. Франц Кафканың құбылу новелласы. Франц Кафка 1883 жылдың 3 шілдесінде Прага қаласындағы саудагер отбасында өмірге келген. Кафканың шыққан тегі еврей ұлтынан болғанымен шығармаларын неміс тілінде жазған. Құбылу неміс жазушысының 1912 жылы жазылған новелласы. Әңгімеде басты кейіпкер қарапайым кезбе сатушы Григор таңертең ұйқыдан оянғанда өзінің қорқынышты, үлкен жәндікке айналып кеткенін байқайды. Бірақ ол өз ақылын жоғалтпаған, әрі айналасындағы болып жатқан жайларды ұғына алады. Шығарма Григордың басынан өткен шығарма оқиғаларына толы. Екінші тапсырма. Төменде көрсетілген сілтемеге өтіп, новелланың мазмұнымен толығырақ танысыңыз. Дескриптор сілтемеге өтеді, мазмұнымен танысады. Новелла сюжеті. Әңгіменің басты кейіпкері қарапайым камевояжер Григор таңертең ұйқыдан оянғанда өзінің қорқынышты, үлкен жәндікке айналып кеткенін байқайды. Кафка қаламына тән метаморфозалар, оқиғалар мәні бірден ашыла қоймайды. Оқырман сондай-ақ әңгіменің кейіпкерлері айғақ үшін қойылған құбылуды тамашалайды. Кейіпкер өз ақылын жоғалтпаған, әр айналасындағы болып жатқан жайларды ұғына алады. Басында отбасы мүшелері, анасы, әкесі және әпкесі қанша өтініп, есікті аш деп жалынғандарымен ебедейсіз денесіне дағдыланбағандықтан не кереуеттен тұра алмайды, не есікті аша алмайды. Ұлының жан түршігерлік құбылуын көрген отбасының зәре-құты қалмайды. Әкесі оны бөлмеге тықсырып тастап, сыртқа шығармайды. Тек тамақтандыруға әпкесі ғана келіп тұрады. Григор көп уақытын бөлмеде рухани, әрі тәни, әкесі ұрып-соғып, ол денесін есікке жарақаттап алады, ауыр азапта өткізеді. Бұрындары отбасының негізгі асыраушысы өзі болып, енді туыстары керек етпеуге айналғанда, басты кейіпкер бұған да өзін кінәлі сезінеді. Алғашында әпкесі бауырына аяушылық пен түсіністік танытқанымен, күн көру қамы қиындап, үйге амалсыздан бейбастақ
әрі мазасыз пәтер жалдаушыларды тұрғызуға мәжбүр болғанда жеркенішті жәндікке деген өзінің соңғы аяушылық сезімін жоғалтады. Көп ұзамай жоншағына шірік алма кептеліп қалған Григор көз жұмады. Шығарма Григорды оңай ұмытқан отбасының мәз-майрам көңілді серуенімен аяқталады. Үшінші тапсырма. Атау кері повесі мен Құбылу новелласы бойынша берілген үзінділердегі ортақ құндылықтардың үндестігін анықтау. Дескриптор берілген үзінділермен танысады, ортақ құндылықтарды анықтайды. Бірінші үзінді. Әйтсе де, араға көп уақыт салмай, шешесі Григордың бөлмесіне кіргісі келген еді. Бірақ әкесі мен қарындасы оған тоқтау салып жүрді. Кейінірек күшпен тежеуге тура келді. Сонда оның: «Жіберіңдер мені Григорға, ол менің сорғайнаған бейбақ ұлым ғой, оған бармасам болмайтынын түсінбейсіңдер ме?» деп айқайлағанын естігенде, Григор шынында да шешесі келіп тұрса жақсы болар еді-ау деп ойлайды. Құбылу новелласы. Екінші үзінді. «Қыстап шықсын», деді шешесі. «Ырысыңды ішіп тауыспайтын шығар. Ауылға барып не мәртебе табар дейсің?» Енді ғана есін жинап келе жатқанда, жат адамдай жатырқап қайтеміз. Мені ана деп сыйласаң, қолыңнан келген жақсылығыңды аяма. Тағанның әке-шешесінен көрген жақсылығымды бір тақ айтып тауса алмаспын. Атау кере повесі. Керемет, ортақ құндылықтарды дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бұл үзінділердегі құндылық ана мен бала арасындағы мәңгілік махаббат, ананың перзентіне деген ыстық ықыласы, қамқорлығы, мейірімділігі, жан ашырлығы. Келесі үзінділерге назарымызды аударайық. Ал қарындасы тамылжыта төгілтеді. Беті бір жағына қисайып, кіреуке шалған жанары нота белгілеріне зерге қарайды. Музыка былай тәнті етсе, ол хайуан бекен. Қарындасының қасына барып, мына жерде оның өнерін дәл өзіндей ешкім бағаламайтынын ымдап білдіруге бекінген. Құбылу новелласынан. «Аға», деді ол майданмен қиыла қарап, «жалғандағы жалғыз өтінішім болсын. Енді қайтып басымды кесіп алса да, ішпеймін деп ант беріңізші. Бұл тіпті өлімнен құтқарып қалған жақсылығымның өтеуі болсын». «Бердім уәдемді», деді таған басын көтеріп, «анамның атымен ант етейін». Атау кере повесінен. Тамаша, сіздердің пікірлеріңіз құнды. Енді сіздердің пікірлеріңізді өз пікіріммен толықтырғым келеді. Олардың сырт кейіпкерлері өзгерсе де, ішкі түйсігі қаз қалпында. Болып жатқан жайттарды терең сезіне алады. Бұл үзінділерде Григор мен тағанның бойынан табылатын құндылықтар адами сезімді құрметтеу, өзгені бағалау, аға ретінде жауапкершілікті ұғыну. Төртінші тапсырма. Атау кере повесі мен Құбылу новелласының тарихи құндылығын салыстыру. Бұл тапсырманы орындау барысында келесі дескрипторды еске алыңыз. Тарихи құндылығын бағалайсыз, кестені толтырасыз. Жақсы, кестені дұрыс толтырдыңыздар. Енді сіздердің пікірлеріңізді мен толықтырғым келеді. Атау кере повесіндегі тарихи құндылықтар: тамырсыздық, маскүнемдік, дүниеқоңыздық, отбасы сыйластығы, ұлт тағдыры. Құбылу новелласындағы тарихи құндылықтар: шарасыздық, тастандылық, жалғыздық, өнерді бағалау. Ортақ тарихи құндылықтар: қоғамнан оқшаулану, мифтік сипат, рухани әлсіреу. Бүгінгі сабақты меңгеру деңгейлеріңізді 3-2-1 әдісімен бағалаңыз. Пайда болған бір нәрсе, есте қалған нәрсе, жақсы түсінгенім 3 нәрсе.
Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда әлем және қазақ әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін талдадық. Шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағаладық. Бүгінгі сабағымыз арқылы әркім өз кәдесіне жарайтын ізгі адами құндылықтарды көкірегіне түйе білді деген сеніммен сабағымызды аяқтаймыз.